сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз тау сарымсағы. Тау сарымсағы биік тау етектеріндегі бұйраттардың тасты, шағылды бөктерінде көбінше күнгей беттерде өсетін көпжылдық өсімдік. Жыл сайынғы шашылған тұқымнан қурап қалған сабақтың тамырынан қайта көктеп шыға береді. Оның 100 грамм өнімдігі с дәруменіне 40 қабатпен салыстырғанда 2 есе, көк сарымсақ пен тығырыққа қарағанда 3 есе, кәдірге қарағанда 7 есе, усарымсақ пен қызылшадан 10 есе артық екен. Мұның өзі оның тағамдық қуатынан гөрі дәрілік қасиеті жоғары тұратынын аңғартса екен. Сақтардың ішінде ең биік орында тұрған тау сарымсағы синга сырқаты мен тамырлардың тарылуына, ішектер ішіндегі құрттарға тапсырмайтын дәрі. Біріншісі, ғылыми медицинада оның 40 градустық спирттегі тұнбасы өте жоғары бағаланады. Ол үшін тау сарымсағының жас бұтақтарын шыны ыдыстың ішіне толтырып салып, үстіне аталған спиртті толтыра құяды. Осыны жылы жерге немесе күнге 15 күн қойып тұндырады. Осыдан күн сайын 4 рет әр жолы 10-15 тамшыдан қайнап салқындаған сумен ішеді. Ол адамның еске сақтау қабілетін сақтап, асқазан ішек жолдарының ауруына ем болады. Екіншісі, адамның демалуы ауырлап, ентігуі көбейсе, өкпеден шығатын сұйықтық артып мазаналса, таблеткаларға тоқтамаған жөтелде 250 грамм ақ шарапқа бір уыс сарымсағын ұсақтап турап салып, ақырын отта аздап қайнатады. Осыдан соң аздап бал қосып, бір жұтымнан ас арасында ішеді. Күніне 7-8 рет қабылдауға болады. Үшіншісі, тау сарымсағының жас бұтақтарын жесеңіз, қуық пен бүйректі тазалап, зәрді айдайды. Төртіншісі, белдің жүйкесіне суық тиіп радикулит болып ауырғанда 3 литрлік банкеге тау сарымсағын турап толтырып, үстіне 70 градустық спирт құйып, 1 ай бойы жылы жерде жабық ыдыста ұстайды. Одан соң дәріні сығып, сүзіп алып белге жағады. Сыртын жылы орайды. Осы тұнбаны қыздыратын ішімдік ретінде ішуге болмайды. Тоңазытқышта салып сақтайды. Бесіншісі, тау сарымсағының жазылмай жүрген жаралардың бөрткен қотырларды безеу сияқты тері бұзылуға да тиімді пайдаланады. Алтыншысы, шырының тағы бір ерекшелігі аш қарақта жарты стакан ішіп, соңынан қышқыл су ішетін болса, ішектегі құрттарды түгел далаға шығарады. Жетіншісі, ал шырынды аспен қосып ішетін болса, ұйқы шақырып бас ауруын жазады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.